Армысыздар, қазақ елі. Қазір біз Алматы қалалық полиция департаментінің алдында тұрмыз. Міне бірнеше күн бұрын Бейсенбай деген желтоқсандық ағамыз қамап қойды. Қалдарыңыз қалай? Біз мемлекет құрылышы отпыз. Біз мемлекет құрған біз боламыз. Осы мемлекет құрып келген біз рахатын шеңгелдер отырмыз. Кім бұл кісілер? Туған туысқандар неге жылап жүрмек тұрып жүрді? Неге жылап жүрмектесіңдер? Бұл енді сұрақтарыңыз қорға ұрғында болсын. Айтыңдар. Кім ат жөніңіз кім? Таныстырыңыз. Қала әкімдерінің өкілім боламын мен. Қала әкімінің өкілі. Кім ат жөніңіз? Дәулет Налибаев. Қанша күн болды қамап тастағалы? Үшінші күн, иә? Айқай-шудың керек жерді бар, керек емес жерді бар. Сот болып жатыр, иә? Сырттай соттап жатыр. Бұланы кішкене халықтың көзін ашып, ертіп өзіне тартып жүрген адамдарды шетінен ұстап қамап ертіп. Енді шығатын болса тағы да солай істейміз деген баяғы саясат сол келеді. Басқа іштем емес біз, іштем көрді. Не үшін қамап тастаған айта ма? Бейсенбаймен бірге желтоқсан қатысқан желтоқсанның әрбір сұрашы бәрі қаһармандар шықты. Жаным айналып. Болды ма? Егеменді аламыз деген еліміз осы ма? Бұған қарағанда баяғыда совет үкіметінде заң да бар. Бәрі де болады. Қазір заңды ешкім не қылмайды. Аты бар да заты жоқ. Заң міне халыққа ғана. Ал басқаларға заң жоқ. Егемендік алған жоқпыз. Біз бодаудамыз. Мейлі. Біз деген 86 шықтық па? Осы бүткіл халық үшін шықтық. Осылар біздің арқамызда отыр. Бостандық. Ал өзіміз давай қырай. Басқа уақыт жоқ мына халыққа. Біз бостандық! 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 Құрметті азаматтар, оған жауапкершілік бар. Жоқ, не жиналған бәрі қама. Сіздердің хабарлама түскен жоқ бұл бойынша. Жоқ, осы жиналған халықтың бәрін қама, елей босат. Бұл шерулеріңіз заңсыз. Акиматтың не қатысы бар? Өмірі берілмеген Қазір облыстан, районнан қайдан бұрасың? Конституция бойынша Айқай-шу шығармасыздар ғой сіздер. Біздің босатыңдар да бар. Босатыңыздар, заңсыздар. Ол бойынша сұрақтарыңыз құқық қорғанына бажалысыз сіздер. Конституция құқығымыз бойынша Сіздердің құқықтарыңызды шектеп аққан жоқпыз біз. біз боқтап жатқан жоқпыз. Біз Жоқ, бұл көпшілік орын емес қой бұл. Жұмыданың алды ғой. Көпшілік орны ғой бұл енді. Бұл алаңға шығып жатқан жоқ қой. Көпшілік орны саналады. Ағасы. Бергеше, інім. Ата заңда ғой жазылды ғой. Заңмен соттың алдында бәріміз теңбіз ғой, мысалы үшін. Енді сенен келесіңдер мына бүлік деп, не бүлігі бар? Біз айқай-шу шығарып өлең айтып атамыз. Желтоқсан туралы өлең бұл, желтоқсан. Біз талап етіп атамыз. Айта бер. Айта бер. Не жасап жатыр? Бұндай заңнамаларды қаяқта жатып қойған. Заңнамаларды өткізу Митингіға неше тоқта. Біз неше рет, мен өзім 20 рет арыз берген болсын митингіға, личный өзім. Бір рет рұқсат берген жоқ. Қаяқта сонда сен заң. Қанымен қорғаған заң. Заңмен сотталған екеуміз теңбіз. Сен заңды өзіңе бұрма, заңды өзіңе бұрма сен. Заңмен сотталған екеуміз теңбіз. Бірақ жазылуы, айтылуы басқа.
Саған ешкім берген жоқ. Саған мен неше рет 20 рет мен саған түсіндіріп отырмын. 20 рет арыз берген адам мен өзім, жеке өзім. Бірде-бір рұқсат берген жоқ. Қансында мен заң талаптары орындамаған жағдайда полиция қызметкерлері тиісті шаралар қолданылады. Қараңыздар. Сіздер тарауды сұраймыз, құрметті азаматтар. Әне халықтың қарақшылық жасайсыңдар ма? Халыққа қарақшылық жасаңдар онда сендер. Халыққа қарақшылық жасаңдар. Қарақшылықтан басқа не келеді қолдарына? Адвокат жауабын енді сіздер әрі барыңдар біз өзіміз тұрамыз. Қазір сіздерге түсіндірейін. Қазір таңда сот болып жатыр. Осы қазір болып жатыр. Иә, сол жауабын күтуіміз керек. Ал сіздер әрі барыңыз. Жоқ, қандай айып тағып отыр? Айып күдіктелініп жатыр. Алаяқтық бойынша. Ол жағын сіздерге айта алмаймын. Сіздер Сот туралы тергеуші неге білмейді осы? участок емессіздер. Участок емессіздер. Қылмыстық процесс. Жоқ, участогы біз бәрін бірге Они разглашение данных. Мен оның құқым жоқ сіздерге айтады. Енді Жаңа сот болып жатқан туралы тергеушінің өзі білмейді ғой. Мен білмеймін. тергеуші қатыспайды ол сот. Прокурор қатысады, адвокат қатысады. Мен прокурорда біліп адвокат қаяқта? Біздің адвокат жоқ қой, енді әлі келген де жоқ қой. Бүгін алып келсе орда кім кінәлі? Кеше келді. Кеше шақырдық біз оларды. Кеше ордермен келмеді ғой. Заңды бұрмалай берген. Заң алдында екеуміз тең. Тағы да саған Мен сізге айтып отырмын. сен бұрмалай берме, заңды өзіңе қарап бұрмалай берме. Қай жерде бұрмалай? Сен айтып отырсың, кеше айту керек. Кеше білмесе қаяқта біледі? Кеше осы жерде тұрғанбыз. Жоқ, кеше болды осы жерде адамдар тұрды. Кеше келгенше, кеше білмеген шығар. Қалай білмейді? Сен ескертпейсің. Ертең сот болады мұны. Мен бәрін кеше шығып түсіндірді маған. Сіз білмесеңіз алдында үйлі бала шағасы бар тұғын. Ей, мына сен байыңда кетіп баратырмыз деп айтуға болатын тұғын. бойынша. Қылмыстық орын. Қылмысты адам өлтіріп кім алды? Алаяқтық бойынша. Алаяқтық, қараяққа, сараяққа. Пакеленің ақшасын алып кеткендер алаяқ деп айту керек. Адамнан бір рет несі болады. Бір звонокқа құқығы бар. Ондай бізде Ал неғып жасады? деген. Бұл Қазақстанда жоқ па не? УПК-да жоқ ондай. Оған процент болса күдіктінің правасын разъяснять етеді. Ол айтады, адвокат өзім жалдай аламын, либо жалдай алмаймын. Соның өзінің правасы бар. Ол видимо не Алдыңғы күні сағат 12-де ұстап кеткен адамды келесі күні сағат 12-де біледі елші. Бұл қалай? 24 сағат. Бұл адам ұрлау. 24 сағат ішінде жібереді уведомление. Ал енді оғанға дейін бір звонокқа рұқсат бермегендері бұл деген адам ұрлау фактісіне жатады ғой? Жоқ, бұл заң протокол задержания бәрі. Сен тыңдашы, ол қаланың ішінде болып айдалада болса мейлі екен. Орман ғой, ана жақта дейтін нәрсе емес қой енді ол. Бір күннің 24 сағаттың ішінде соншалық недерін кетті мысалы үшін. Бұл адам өлтірген жоқ, бір нәрсені зорлаған жоқ, қорлаған жоқ. Бір звонок, мен әкеп баратын, бала шаға мұны әкеп баратын мен деуге болатын шығар. Айтты ғой енді. Кім айтты? 24 сағаттан кейін кеше ғана тұрды аға, сіз білмейсіз ғой, мен осы жерде тұрдым ғой кеше ол. Мен не білмейді екенмін, сен не мені қақпайлай білесің. Кеше білмейді деп отырсыздар, қазір біліп отыр дейсіздер. Мен айтып отырмын, кеше білді бұл кісілер. Кеше осы жерде тұрып, мен өзім сөйлесем. Бір күннен кейін біліп отыр, бір күннен кейін. Сындыру ма не? Көченің тапсырмасымен неме бұл? Кешкі жақын әдеттен кейін сағат 4-те сондай дейсің. Жоқ, оны ол мен білуім бойынша Ол дұрыс емес қой. біз уже сағат қаншада кездестік? Енді 12-де 4-те ма? 5-те уже кездестік. 24 кеден бір күн өткізді. 24 сағат күнде 12-де. өзіңіз 24 сағат үйіңізге сөйлеспей кеткеніңіз. Әйеліңіз мысалы сеніп тоқтаңыз. Өзіңіз кетіп қалыңыз. Бәлеуін апарып жақ кетіп қалыңыз. Бір түн кетіп қалыңыз. 24 сағатта. Сіз іздемей үйіңіздегі іздеу салады. Мысалы сіздерге бір тоқтап. 24 сағат ішінде хабарлама түседі. Сен іздеу салмайды емес. Іздеу неге салмайды? Бала шағаның сені іздеу салмайды. Сол секілді бір адамгершілікке келіп. Енді адамгершілік хабарлама берді ғой, айтып отырмын, түсте уже адамдар болды деп отырмын. Жоқ, ол дұрыс емес. Осыдан босқа келген жоқ қой адамдар. Сіздер ол кеше болған жоқсыздар ғой. Кеше 5 сағат. Кеше көрдіңіз ғой. 5 сағат үйде болмай қарақшы, шырылдап жан жағында біз іздейді. Сол секілді, еще тем более сіз секілді жастар емес.
бәрі қарам. Жоқ, мен қазір сіздерге келіп тұрған жаңағыдай айқай шу шығарып Сендер бізге келмей әртүрлі жолдың ар жағында сендер Ол сені құлын шығар жерек бір рет айттағы енді мазалама бізді. Біз сіздер шуламаңыздар. Түсіндірейін деген болса. болды, біз түсіндік. Айқайға сүрен қосса, айқайға сүрен қоспа. Прокурор да кіресін бар, патшаны сұрақ атқан. Әлі қазір Алматы полиция департаментінің алдында желтоқсандықтар жиналып тұр. Міне. Бейсенбай деген желтоқсандық ағамызды қамап тастады. 3 күн болды дейді бүгін. 3-ші күн. Қазір сот болып жатыр дейді. Нәтижесін айтады. Алаяқтық деп айып таққан, бірақ білмейді ешкім. Не алаяқтық қайда? Думанның сотына да барып жүрген өткенде осы. Желтоқсандықтарды апарып. Оның да қатысы болуы мүмкін. Жаңа АДК да жұмыс істеген желтоқсандықтарды ақтайым деп жүгіріп жүрген. Соның жерін қайтарсын. Ол енді ана АДК-ның жерін соттан жеңген екен ғой бұл. Жеңді, е? Сол жерден анау сектанттарға берген ғой, Назарбай деген соры бар. Жөргегінде жалшымаған, түк көрмеген бейшара. Сол ана үлесіп тастаған ғой, ана йога бабымы, Кришна бар ма? Жын-жыбырдың бәрін кіргізген ғой, ана АДК-ның баяғына несі бар ғой? Не ана? Сарайда сол жердегі жерді бұл жеңген соттан. Түсіндіңіз ба? Жерді соны құрту үшін болған жала жауып, одан кейін оны сүймін желтоқсандықтарды көбейіп жатыр ғой жаңа. Не дейді, ақтау жөнінен бар. Сол күйін, ойша қарағанда, бұл енді біреуге жақпай қалды ғой сол. Ана біреудің жері, ана біреулерді кришават етіп жүрген шығар жаңағы. Йогованы, Кришнаны, Будданы, тағы не бар құдай ау. Соның бәрі. Сол жерде отыр, е, бәрі? Сектанттар. Сол жерде отырмады жерде, анау, ненің басында жерде. Не дейді, ана шіркеу құрған олар анау. Баяғы АДК-ның несі бар ғой? Ала, не дейді, сол Абишев Абай ма? Сол жердегі соттан жеңген екен. Сол ғой, басқа істемейді. Енді бұл былайша қарағанда желтоқсанда көшіру ма, өндіру ма, көшіру ма білмеймін. Желтоқсанда өшіргелі тұр бұл. Көтеден тапсырма болған ғой. Сензиппен ән алдым екен. Басқа түрі тек қана желтоқсандықтар қалдық қой. Қаңтаршылар бәрін қамып тастады. Емес екен. Азғантай осы дауыс шығатын адамдарды Қамап жатыр деңіз. қамап жатыр. Үні шығады ау дегендер, қарсы сөйлейді ау дегендер қамап жатыр. Есе баяғында ешқандай несі жоқ қой. Тек қана желтоқсандықтар шыған жүріп жүрген адам. Сол кінәсіз адамдар үшін, қаңтаршы, Думаға Мұхаммед Кәрім үшін жүгіріп жүр, сол үшін әдейі қорқып қамап қойып деп ойлаймын. Басқа ешқандай не жоқ. Ол ешқандай алаяқ емес, таза кісі ғой. Даже екі сөздің басын құрап сөйлеп отыр. Таза қазақша сөйлеп. Жақсы. Мына жерде қазір қызы ма? Бізге ештеңке көз алдымызға міне не қолдарында доказательство жоқ. Міне сіздің әкеңіз осындай істепті, әкеңіз осындай қылмысқа барыпты. Қолдарында ондай бір құжат жоқ. Бізге көрдіңіз, өздеріңіз көздеріңізбен бір құжат көрсеткен жоқ. Даже тыңдағысы келген жоқ, теріс бұрылда кетіп қалды. Сағат 9-да 8-де осы жерде болды деді ма? Қараңыз, сағат 12 болып қалды, 12-ге 4 минут қалды. Бір 10 минут бұрын шықты деңізші, жарайды, 11 жарымда. Содан бері тұрмыз, өзінің шыққаны қазір. Енді шығып тұрғанмен, бірақ бізді даже қарағанда жоқ, сөйлескенде жоқ. Не қолымызға бір құжат берген жоқ, міне әкеңіз осындай деп. Алды да теріс бұрылып кетіп қалды. Сіздер білесіздер ме, қазір қандай сот отырысы болатын? Біз білмейміз. Бұл қандай қазіргі сот отырысы, оны бізге ештеңке айтқан жоқ, түсінесіз? Тергеу соты болғанда 2 айға қамау туралы шешім шығаратын сот ол. Айтты ма, сіздерге түсіндірді ма? Бірінші олар полиция қамауға құқылы,
48 сағатқа иә бүгін түнгі 12-де уақыттары бітеді олар. 48 сағатқа өздері қамайды, одан кейін қамауда арғы уақытқа сот шешеді. Яғни 2 айға оны тергеу изоляторына апарып жабу керек па, әлде босату керек па дегенді сол шешілетін. Соған сіздердің адвокаттарыңыз, жалдаған адвокаттарыңыз кіре алмай отыр ғой, мен түсінгенімше, иә? Или кірді ма? Жоқ, кірген жоқ. Кірген жоқ. Көріп тұрсыз ғой, бұл кісі бізге айтқан жоқ қой. Біреусі келіп айтып кетті, сот болып жатыр деді. Тергеуші келіп айтты, сот болып жатқан жоқ деді. Енді білмеймін, бұл деген барып тұрған енді. Онда ДВД-ның ішінде сот болып жатыр, иә? Онлайн. Елдер түсінбей жатыр да? Сағат 4-5-тердің шамасында деді. Адвокат ордерін алып, қазір бірінші папамен сөйлесіп келейін, мән-жайды сұрайын, не болған, өзімен тілдесейін деді. Сіз пока тергеушіден как защитник, общественный жақын адам ретінде. рұқсат алыңыз. Өздеріңіз көргенде бермеймін деді. Ал мынау істі ашқан Алатау аудандық прокуратурасына бардыңыздар ма? Бардық, ол кісілер біз емеспіз деді. Біздің мүлдем қатысымыз жоқ деді. Бір-біріне сілтеп отырсыңдар? Біз міне тәртімен сол жақтан келдік. Сіңілім екеуміз бір жерге бармайық деп, екеуміз екіге бөліндік. Бұл папаға келді. Мен Алатау әкімдік аппаратының прокуратурасына бардым, тоже күттік. 1 сағаттан кейін шықты. Біз емес деді. Біздің мүлдем қатысымыз жоқ деді. Мен ағаны жақсы білем. Аға екеуміз бірге жұмыс істеп жүрміз. Мен ол кісіге ондай іс қозғаған жоқпын. Содан үстіге жоғары шығып, ол кісі хабарласты ма, білмедім не істеп келгенін. Қайтадан түсті да, ол кісі айтты, жаңағы департамент, жаңағы внутренних дел, ішкі істер бөлімі қозғаған деді. Сол жаққа барасыздар. Сіздердің адвокаттарыңыз қайда? Адвокатымыз әкемізге кетті. Кірді ма? Кіргізді ма? Тергеуші айтты ғой, кірді. Қазір кірді. Ол кісі де неше сағат күтіп тұрып кірді. Біраз күтіп тұрды ол кісі. 9-да келді, нешеде кірді. Ондан кете кірді. Сізге енді қоғамдық қорғаушы деген құжатты алып беру үшін адвокат жұмыс істеу керек қой, жалпы. Сізге түсіндіріп, әкеңіздің келісімімен. Саламатсыздар. Міне адвокат Сенбай Сейфолла қамауға алынған деп естідік. Одан бері де уақыт өтті. Бірақ енді қазіргі уақытта адвокат алынған ма? Қазір мына жерде онлайн сот болып жатыр. Қазір енді уақытша изоляторына мен кіріп шықтым. Кірген уақытысында дәл сол уақытта онлайн сот болып жатыр екен, басталайын деп жатыр екен деп сот қатысып кеттім. Уақытылы мен как раз сол уақытта өзім қатысып берген құжаттардың бәрін берген болатын. Бұл орта дәрежедегі қылмыс. Орта дәрежедегі қылмыс, яғни бұл жерде көбінесе соттың менің тәжірибемде 100% әлі ешқашан ондай болмаған. 2 ай абақтысына алмайтын. Ал бірақ соттың шешімі қазіргі таңда ағамызды 2 айға қамап. Нешінші баппен? 190-шы бап 2-ші тармағымен 2-ші бөлімі. Яғни алаяқтық деген баппен. Өтірік жала деп айтылмайды. Енді қазір енді тергеу барысында оның бәрін анықтайтын боламыз. Әзірше басқа ешқандай беретін менде сұхбат жоқ.